Неге біздің азаматтар бір жарым, тіпті ары кетсе 2 жыл көлік жүргізген кезде агрессивті болып шыға келеді. Көлік жүргізіп келе жатырсыз делік. Асығып келе жатсаңыз, сізбен жолды бөліспейтін, жылдамдықты сақтап келе жатсаңыз, артыңыздан сигнал басып, жарықпен қысым қалатын, жанасалап келіп, әлдебір кішкентай кемшілігіңіз үшін болса да, сізді боқтап кететін, тіпті төбелесуге дайын тұратын, жөні кесе алдыңызға озып барып, тежегішті басып, сіздің зәре-құтыңызды ұшыратын азаматтарды көру бүгінгі қоғамдағы қалыпты жағдай десек те болады. Біздің жол мәдениетінің бір көрінісі осы. Аталмыш көріністер нені аңғартады? Аталған азаматтардың үй-жайының жоқтығы, кредитінің көптігі, тіпті кейбіреуінің әйелінің мінезінің жамандығы сияқты сыртқы факторларды емес, өзінің ішкі күйінің бұзылыстарға толы екендігін, психологиялық ақауларға бой алдырғандығын, ішінде үлкен жан жарақаттары жатқандығын білдіреді. Өзі танымайтын адамдармен төбелесуге дейін бару, болмашы дүниелер үшін жаға ұстасып қалу, болмайтын дүниелерге бола қылмыстық қадамдарға бару, үлкен кіші демеу деген сияқты адамдыққа жат әрекеттерге барып қоюы неліктен? Барлығы адамның ішкі жан дүниесінің қоқысқа толғандығынан, жан жарақатының асқынғандығынан, психологиялық ішкі күйінің тұрақсыздығынан, травмаларының көптігінен. Травмада бір-ақ күнде қалыптаспайды. Бала күннен келетін травма болады, жол жөнекей қалыптасатыны болады, тіпті кеше ғана қалыптасып, асқынып кететіні болады. Бұның барлығы бірігіп, кешенді түрдегі бұзылысқа айналады. Сөйтеді де адамның ішкі дүниесі сыртқа теуіп шығады. Абайдың ішімізбен жауластық, ол сыртымызға шықты дейтіні сияқты, іштегі дүние осылайша қоғамдан, көшеден, көліктен көрініс береді. Сондықтан да жаныңызды уақ-уақ маманға барып, емдетіп, қаратып, тексертіп жүргеніңіз, жан жарақаты болса, уақытында айыққаныңыз абзал ағайын.